Әншілердің Instagram желісіндегі парақшаларын бақыласаңыздар, қысқы демалыстарын қай елде өткізіп жатқандарын байқаған боларсыздар. Мысалы, Жанболат пен Жазира, Ерке Есмахан, Шахизада ханым, Бүркіт пен Аиша барлығы да ыстық елдерде. Әбдіжаппар Әлғожа да жуырда Түркиядан оралды. Бірақ дүниенің екі бөлігінде орналасқан мемлекетке қандай себеппен барды, оны өзінен сұрастырып көрейік. Түркияның Стамбул деген қаласында болып қайттық. Ол жаққа барудың бірден бір себебі бейнебаян, жаңа бейнебаян. Негізі басты жаңалығым осы жылғы менің жаңа жоспарларымның бірі. Осы жылы 4 бейнебаян 4 мезгілде түсірілетін болады. Соның екінші бейнебаянын түсіріп қайттық. Біріншісі бейнебаяны осы Алматыда түсіріп жатырмыз. Сөйтсек, әнші ол жаққа жұмыс бабымен барған екен, ал 4 бейнебаянның бір-бірімен байланысы бар ма? Төртеу деген себебім, төртеуі бір-біріне жаңағы байланысты, сериалдық түрде. Біріншісі екіншісіне деген сияқты байланысатын бейнебаян болады. Жалпы бір үлкен оқиға 4 бейнебаяннан тұрады, 4 әннен тұрады. Айтпақшы, Әбдіжаппар түсірілімді бастап кетсе де, әлі де бейнеклиптеріне түсетін аруды таппапты. Мен ойнаған жерлерін ғана түсіріп алып жатырмыз. Түрік елінде болсын, қазақ елінде болсын. Ал қыздарға кастинг жариялап жатырмыз қазір. Қыздарға өзімізге жаңағы бейнебаянға, сол 4 бейнебаянға түсіп беретін, бір жыл бойында бізбен бірге жүретін, сол оқиғамен бірге жүретін қыз таппай жатырмыз. Ендеше оның бейнебаяндарында сұлу қыздың рөлін сомдағыңыз келсе, қойған талаптарына құлақ салыңыз. Таза қазақы түрдегі, сосын өте келбетті, бойы ұзын, бір жағынан жаңағы не деп айтамыз ғой? Гимнастика жағынан өте тәжірибелі болу керек. Гимнастика жағынан өткені бейнебаянда оқиғасында сондай бір әдем жерлері бар. 4 әнде су жаңа, түсірілім барысын тоқтатып тұрған тек бір жағдай. Ол Не істедім деген жаңа ән, жақында әлеуметтік желіге де шығады. Бейнебаянды да жаңағы өзіміздің таңдаған, өзіміздің іздеген қызды тауып алатын болсақ, ол қыздың да жаңағы рөлдерін ойнатып, 2 күнде бейнебаянды ойнатып, одан кейін бейнебаянды дайындап, арнаға ұсынатын боламыз. Халыққа ұсынатын боламыз. Бірінші бейнебаян осы ақпан айында басталады. Әбдіжаппар, сіз шынымен де хикая түсіріп жатқан сияқтысыз, ал хикаяңыз не туралы болмақ? 4 бейнебаянда енді махаббат жайлы айтылады. Махаббаттың әдемі бір оқиғасы, енді қыз бен жігіттің бір-біріне деген сезімі. Ал ең соңғы бейнебаянның тұсауын тура өзінің кешінде кеспек. Күз мезгіліне ғой тағы да. Дәл осы былтырғы жылғыдай күз мезгіліне белгіленіп отыр. Астана не болмаса Алматы болады. Көреміз. Жарайсыз, Әбдіжаппар, Той Думан арнасы сізге тек шығармашылық табыс тілейді, алға шаба беріңіз.